Ассалаумағалейкум, тұтас қазақ елім. Ағайындар, жаңа бір бейнеролигін қарадыңдар ғой. Сол бейнероликке енді айтқым келіп тұр да. Осылай енді мына жерде қарбыз өсті ғой бір ретте. Енді айтайын дегенім бар ағайындар, мына бізде кейде айтамыз ғой, ақыретке дайын бол деп естиміз да, сондай бір мешітке барғанда ма, тағы бір жерлерде. Сонда ол деген ақырет деген тек намаз емес қой ағайындар. Хадисте айтылған ұзақ жасайтындар өмір сүріңдер деп. Бірақ осы әдемі өмірмен ертең қоштасуға дайын болыңдар дейді да. Ертең дегеніміз ол ішінде Аллаға серік қоспау, соның ішінде бірінші Аллаға серік қоспау болса, көркем мінез танысу, соның ішінде мына қарыз, бірінші қарызда қарыз төлеу керек та. Маған берер жақты айтылмайды ол. Маған берер жақ емес. Өзің берер жақ адамдарда біреуге берер жақ болмау керексің да. Түсініңіз ба? Сондай айтайын дегенім бағана айттым. Және ар жағына қосып кетейін. Маршрут жайлы ағайындар. Маршруттың кестесі керек маған. Жаңа бейнеролигім 5 минут болып кетті. Мынау қысқаша болады деп ойлап тұрмын. Маршруттың бейнеролигі мына Қиғашқа барғанда, мысалы, Сапонға барсаң, Сапонның ішіне кірмейді, өтераға. Ары қарай ашып кетеді. Төрттегі автобус ол кіреді төрттегі. Ал жаңа ауылға кетеді, жаңа ауылға 5-те кетеді. Кудыршопқа кетеді, Кудыршопқа жаңа ауылға, ММС-қа. Олар да соқпай тіке кетеді да. Көрдіңіз ба? Сондай бір жаңа Красиловкаге шаралық Құрманғазы ауданында, мысалы, Самаркеннің кестесі, Пимканың кестесі, сол кестелер әрбір жерде ілініп тұрса деймін да. Ілініп тұрмаса да, мына жарнама жасайтын адамдар жасап берсе, соны біз таратамыз ғой. Ар жағында бұндай осы 2 сағат жүру көп тұр ағайындар. Срочно ақша керек. Мына 17 мың теңге тұрады. Опилка бар, ошақ бар, жарник бар. Ал осындай шөптер бар. Айтайын дегенім сол ағайындар. Илама жұрт тыныш болсын. Біріншіден ақыретке дайын болайық деп, бағана намазым дұрыс болу керек. Екіншіден намаздың ішіндегі бағанағыдай қарыздар, сосын бағанағыдай біздің бағанағыдай көркем мінез танытуымыз, әдеп, сәлем, қалайсың, жауап беру, ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам, сәлематсыз ба, амансың ба деген қатябы да. Амансың ба деген, иманың бар ма деген сөз ағайындар. Ал жақсы, аманта, еліміз аман жұртымыз тыныш болсын, таратып жіберейік. График жазып жібереміз, график. Атырау облысы Құрманғазы ауданы. Маршрут неште жүреді, неште келеді, Сапонның ішімен неге жүрмейді, сонда таратып жіберіңіздер. Жаңа ауылға бәріне бірге неге бармайды, жаңа ауылға неге бармайды, бағанағыдай Көптоғайдікі бөлек мысалы. Бірақ мына Сапонның арасына кіру керек қой, өтераға кіру керек деген сияқты. Сондайларды реттеп жазып жіберейік ағайындар. Өлсіп, осы халықтың арқасында ғой бәрі, жалпы. Жалғыз адам дым бітіре алмайды, бұл маршрут шөпірлерді білмейді. Шөпірлерге тек қана отыру ғой, олар ештеңе айта алмайды ғой. Бірақ сол көмектесіп жіберейік. Давай, амантта.